Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен әйелдердің қандай себептермен іштің шығуы туралы сөйлесетін боламыз. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта менің кеңестерімді, видеоларымды жоғалтып алмас үшін. Іштің шығуына іштің бұлшық етінің әлсіздігі, зат алмасудың нашарлығы, жүріс-тұрыстың аздығы, дұрыс тамақтанбау, жас қосу, стресс, ұйқының бұзылуы себеп болады. Іштің бұлшық етінің әлсіздігі не істеу керек? Бұл проблеманың шешімі көбірек физикалық қозғалыс істеу керек. Ішке пресс жасаймыз, баяу жүгіреміз, жаяу жүресіз. Мүмкіндік болса, дәріханада сатылатын арнайы корсет киесіз. Зат алмасудың нашарлауы. Бұл кезде не істеу керек? Егер қалқанша без ауруының күмәніңіз болса, онда уақыт созбай эндокринолог дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Тіпті невропатолог маманмен де кеңесіп алудың артығы болмайды. Жүріс-тұрыстың аздығы. Бұл жағдайда не істеу керек? Өте қарапайым. Ішті қалпына келтіру үшін сізге 7-10 күн жетеді. Таңертең ұйқыдан тұра салумен 1 стакан су ішіп 15-20 минут жаяу жүріңіз. Душ қабылдаңыз, сосын ішке пресс жасап 1 сағаттан соң таңғы асқа отырыңыз. Міне осы кеңесті үзбей әрі уақытылы жүргізсеңіз, өзіңіздің ойлаған сұлу мүсініңізге ие боласыз. Дұрыс тамақтанбау. Егер сіз тамақтану мәзіріңізден ыстық шоколад пен май жағылған тоқашты алып тастасаңыз, бірнеше проблемаңыз шешіледі. Өйткені бұлай тамақтану ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Нәтижесінде ішіңіз үлкейіп, денсаулығыңыз нашарлайды. Жас қосу. Адам жыл сайын бір жас қосады. Тәніміз бен терімізде өзгеріс болады. Жас ұлғайған сайын қалқанша бездің жұмысы нашарлайды. Эстрогеннің көлемі азаяды. Әсіресе қимыл қозғалысы көп әйелдердің қуаты мен кемейді, қарны шыға бастайды. Одан бөлек климакс басталғанда әйелдер іші қатты өзгеріске ұшырайды. Бұл түсінікті жағдай. Стресс, көтеріңкі көңіл-күй мен болашаққа деген сенімділік әдемі мүсіннің кепілі, ал мазасыздық пен стресс іштің шығуына себепші болып келеді. Бұндай жағдайда кейбіреулер салмақ тастағанмен іші сол қалпы қалады, ал жағдай тұрақталған соң жоғалтқан салмағын қайта жинап алады. Стресс кезінде адам ағзасының кортизол гормоны белсенді түрде бөлінеді. Нәтижесінде майдың бәрі қарын мен желкеге жиналады. Ұйқының бұзылуы. Ұйқының қанбауы мен көп ұйықтау салмақтың артуына әрі іштің шығуына ықпал етеді. Дені сау адам 8 сағат ұйықтау керек. Егер сіз 10-12 сағат ұйықтайтын болсаңыз, онда іштегі жиналған маймен күресіп күніңіз өтеді. Ал 4-5 сағаттық ұйқы кортизолдың бөлінуіне жеделдетіп стресске шалдықтырады. Сондықтан ғалымдардың ең тиімді деп тапқаны 8 сағаттық ұйқы. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар.